Mыңdan şükür Allah'a. Ya berekeleriniz kutlu olsun. Şulak kapına vurmak lazım. Allah. Yerde buna 15. Navruz referandum olayı dep жатыр. Endi konstitutsiyani usundu, okugan шығарсыздар барлықтарыңыз. Бәріміз де оқыдық. Енді 40 кісі бір жақ, 40 кісі бір жақ, қаңырларға әңгіме айтып жүрген шығар. Мен де оқыдым, осы елдің азаматы болғаннан кейін. Біз енді қандай заңменен өмір сүретіні туралы мен талқылап көрдім. Миымның жеткенше, саяси сауатымның барынша келгенше оқыдық. Көп нәрсе ұнады, маған өте көп нәрсе ұнады. Мен жаңағыдай тыныштық деп айтып жатқанымда, мына 14-ші бап бар ішінде. Оқып көріңіздер екінші тармағын. Сол кезде бұл мемлекеттің, Қазақстан мемлекеттің әрбір азаматтың құқығын қорғау, тыныштығын қорғау деген бар. Сол ішінде шет елде жүрсеңіз де біздің мемлекет сізді қорғайды. Өте терең жазылған. Мен соған қатты қуандым. Кешегі мысалға Дубайда жүргенде бақ келді ғой. Иә? Сіз қайықта жүрсеңіз де сізді қорғайтын еліңіз бар. Заңыңыз бар сізде. Сондықтан да мен ойлаймын, қолдау керек конституцияны. Өз басым қолдаймын. Сондықтан да ертең 15 наурызда референдум болайын деп тұр. Қолдаймыз ба? Қолдаймыз. Бәрекелді. Қолдайық.